И потом Андрю. Все, трансляция дайын. Солай ғой. Все, трансляция дайын. Иә. Солай ғой. Все, трансляция дайын. Иә. Енді мамамызда ұшудан жібереміз. Ұшуға сізге. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Менің даусым естіліп тұр ма? Иә дейді. Жақсы. Аллаға шүкір. Бүгіннен бастап біз енді ютубта өтетін боламыз өзіміздің сабағымызды. ютубта өтілгендіктен бізде трансляция сақталады. Трансляцияны оқушылар қайталап көре алатын болады. Он алты оқушы кірген екен. Қалған оқушылардың кіргенін күтейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қыз жібек жыры. Осы жақсы, қатпай барлығы күшті дейді. Онда тіпті керемет. Зуммен енді өтпейміз, оқушылар. Зум бізде қатып солай болды. Біз енді осы тек ютубта өтетін боламыз. Bir сағат болады, сабақ бір сабақ болады, бір сағат. Так, 22 оқушы, 21 оқушы кірген екен сабаққа.
Қазір 18 6-тан 5 кеткенге дейін күтетін боламыз. 6-тан 5 кеткенде біз уже сабағымызды бастаймыз. Уақыт жетеді, оқушылар уайымдамаңдар. Оқушылардың кіргенін күтейікші. 24 оқушы кірген екен. Екі минут күтейік тағы. Олар түсінбей қалса, енді бізде 46 оқушы бар. 46-ның тек жартысы кіріп отыр. Кеше МИТпен өткенімізде 38 оқушы, 40 оқушы қатысқан еді. Бүгін не себепті толық кірмей жатыр екен? Так, оқушылар, одан бөлек мен сендерден кешегі тақырып бойынша, өткен тақырыбымыз бойынша сұрақ қояйын. Барлығы түсінікті болды ма? Және үй жұмысын орындаған кезде ешқандай қиындық, түсінбеушілік болмады ма? Сол нәрсені айтып кетсеңдер. Яғни Бамсыбайрақ және Біржан Сара тақырыптарынан сұрақтарың бар ма? Бәрі түсінікті болды дейді. Бәрі күшті, тесттен 40-тан 39 жинадым дейді. Керемет, күшті, иә, бәрі түсінікті ағай дейді. Бәрі жақсы болды, сұрақ жоқ. Қиындық болмады, сұрақ жоқ дейді. Күшті болды бәрі. Ағай, мен соңғы сабаққа қатыса алмап едім, эфир бар ма, сақталған дейді. Иә, негізі ол эфир сақталған жоқ, бірақ одан алдын жасалған видео сабақ бар. Бірақ Ділназ, біз осы аптада мен қайтадан бұл сабақтарды видео сабақ ретінде осылай түсіріп
кайтадан салатын болом жексенбиге дейин. Осыған дейін өткен тақырыптардың запись жасалмағандардың барлығын сол кезде көруге болады. Мен оларды платформаға салатын болам енеден бүгіннен бастап. Жоқ, Бамс байрақта 12 жырдың атын ретпен жаттаудың қажеті жоқ. Бізде тек қана Бамс байрақ қана сұралады. 40-тан 40 қалдым дейді. Керемет. Жарайсыңдар. Бәрі түсінікті болды дейді. Рахмет. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қыз жібек жыры. Әдеттегідей ең үлкен тақырыптардың бірі, өте жиі сұралады ұбт-да. Кеттік, олай болса. Бізде 34 оқушы кірді. Керемет. Қыз жібек жыры тарихи оқиға. Шамамен 15-16 және 17 ғасырларда Батыс Қазақстан жерінде кіші және орта жүздердің арасында болған. Енді осыған толық мән берейік оқушылар. Шамамен 15-16 ғасырларда деп айтылатын баспа ол жазушы баспасы. Ал 17 ғасырда деп айтылатын баспа ол мектеп баспасы. Негізі ұбт-да 4 баспаның 4-еуінен де сұрақтар алынады. Бірақ жаңағыдай бір-біріне келіспеушілік болған ақпараттар болатын болса, ол жерде сұрақ алынбайды көбіне. Ал егер сұрақ алынған күннің өзінде жауап мектеп баспасынан болады. Яғни біз 15-16 деп есте сақтаймыз, 17 деп есте сақтаймыз. Егер ұбт-да келетін болса, 17 деген қалай дұрыс сұрақ. Жақсы, ары қарай. Қай жерде болды? Батыс Қазақстан жерінде болды. Неге? Себебі ол жерде бізде Ақжайық өңірі айтылады және Қара теңіз өңірі айтылады. Сол себепті біз оны Батыс Қазақстаннан деп танимыз. Және кіші және орта жүздердің арасында оның ішінде шекті және жүз жағалбайлы руларының арасында оқиға өтеді. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Қыз жібек жыры 2 бөлімнен тұрады. Біріншісі Жібек пен Төлегенге арналады, екіншісі Сансызбайға арналады. Осы жерде Сансызбай деген кім? Сансызбай ол Төлегеннің туған інісі. Осы нәрсені есте сақтаймыз. Сансызбай Төлегеннің туған інісі және оның қазір не істейтіні, оқиға қалай өрбитінін біз сабақ барысында меңгеретін боламыз. Ғабит Мүсіреповтің либреттосы бойынша осы Қыз жібек жырына Брусиловский опера жазады. Осы нәрсені есте сақтап қалыңдар. Неге? Себебі бізде нағыз ұбт-да 2023 жылы Біржан Сара операсын жазған кім деген сұрақ болған еді. Біржан Сара операсын жазған кім деген сұрақ болды? Төлебаев деп есте сақтап қалыңдар. Жарай ма? Төлебаев. М. Төлебаев деген адам. Сондай Біржан Сара несін жазды? Операсын жазды деп есте сақтап қалыңдар. Ал мына жақта Брусиловский жазған екен. Кеттік, енді ары қарай жалғастырайық. Қыз жібек жыры Әлқисса төменгі Мекке жолында 7 тылсым дария бар еді деп басталады. 7 тылсым дария. Жазамыз. 7. Қаншау? 7. Дария дегеніміз не? Өзен. Яғни қай жерде? Мекке жолында. Туынды осылай басталады. Одан кейін ары қарай ол өзендердің барлығы қайда құяды дейді? Қара теңізге. Қара теңізге жазамыз. Және осы теңіздің жағасында жүз жағалбайлы деген ел бар. Яғни осы Төлегеннің руы жүз жағалбайлы. Оның өмір сүрген жері, руының өмір сүрген жері қай жер екен? Мынау Қара теңіздің жағасында екен. Сонымен сол жүз жағалбайлы бір байы бар. Ол Базарбай жасы 80-ге келгенше не істемеген? Жасы 80-ге келгенше бала көрмеген екен. Осы нәрсені жазып алайық. Базарбай жасы 80-ге келгенше не істемейді? Ұлды болмайды. Яғни оның несі болмайды? Баласы болмайды. Одан кейін барып оның кіші әйелі 44-ге келгенше, яғни ол 80-ге келгенше Қыз жібек операсы. Жанерке, Қыз жібек операсы. Сонымен өзі 80-ге келгенше, кіші әйелі 44-ге келгенше ол не болады? Баласыз болады. Содан кейін өзі 80-ге келгенде кім туылады? Төлеген туылады. Дүниеге келеді. Одан кейін бар 9 жылдан кейін кім? Сансызбай дүниеге келеді екен. Яғни Төлеген мен Сансызбайдың жас айырмашылығы қанша жас? 9 жас екен. Енді Базарбайдың бір ерекшелігі, ол балалары туыла салысымен оларға ешкімді айттырмады, ешкімге қалың бермеді. Біздің салтымызда бесік құда болу деген бар, біз кеше ғана Бамсы байрақта өттік. Яғни Бамсы байрақ туыла салысымен тіпті туылмай жатып, не істеді? Байбіжанмен құда болып қойды екеуі. Саған ұл берсе, маған қыз берсе, екеуміз құда болайық деді да, бесік құда болды. Ал мына жақта Базарбайдың ерекшелігі қандай екен? Балалары туылса да, екі ұлы болса да, ол оларға қалың бермейді.
Тірі жүрсе, әйелді жарды өздері таңдап алсын деген шешім шығарады. Тура осындай шешім бізде ертең Шұғаның белгісінде Есімбек деген адам шығарады, яғни Шұғаның әкесі. Қызын ешкімге бермейді. Бірақ оның серттескен адамы болады. Тура сол секілді Базарбайдың ерекшелігі бар, ол ұлдарына қалың бермейді, әйелді таңдауды өздеріне қалдырады. Осы нәрсені ерекше есте сақтаймыз. Сөйтіп жүріп, жаңағы Төлеген дүниеге келді. Төлеген дүниеге келгеннен кейін ол 12 жасқа келеді, ешқандай қызды ұнатпайды. 16 жасқа келеді, ешқандай қызды ұнатпайды. Содан кейін ол осы 16 жасқа келген кезде бір саудагер келеді олардың еліне. Сол саудагер Төлегенге не деп айтады? Қыз жақтырмай жүрген болсаң, мен саған қызы жағатын елді айтайын. Мынау Ақжайық деген жерде әдемі жаңадай ұлт бар, Шекті деген ру бар. Сол Шекті руының қыздары сұлу, әдемі, ибалы. Сол Ақжайық жеріне барсаңыз, сол Шектіден бір қыз іздесеңіз болады деп не береді? Оған бағыт-бағдар береді. Осын жазамыз. Төлегенге бағыт-бағдар берген кім? Жар таңдауда. Еркіндік берген әкесі, бағыт-бағдар берген саудагер. Саудагердің есімі айтылмайды туындыда. Сонымен Төлеген 16 жасында өзіне жар іздеуге Ақжайыққа жолға шықпақшы болады. Бірақ Ақжайыққа баратын жол қанша күндік жол еді? 100 күндік жол еді. Оны айтқанда саудагер 100 күндік жол еді. Және 75 күндік екінші жолы бар, бірақ 75 күндік екінші жолдың 40 күншілік шөлі бар. Онымен жүре алмайды ешқандай адам. Сонымен 100 күншілік жолмен жолға шығады. Қай уақытта? Наурыз айында. Наурыз айында екенін есте сақтаймыз. Неге? Себебі қазір біз өте бір ерекше нәрселерге тоқталамыз. Осы наурыз айында жолға шыққанына байланысты. Наурыз айында жолға шықты деп жазып алыңдар. Және қанша? Жанына 15 жігіт басшы алады, 80 жігіт қосшы алады. Осы сұрақ 2023 жылы ұбт-да болды. Яғни жанына 15 жігіт басшы, 80 жігіт қосшы алып, жолға шыққан кім деген сұрақ болды 2023 жылдың нағыз ұбт сұрағында. Ол біздің Төлегеніміз. Және ол не алады? 250 жорға ат алып шығады өзімен. Не себепті? Мен саудагер емеспін, мен кірекеш емеспін, маған мырзалықты, байлықты, сондай бір кеңдікті көрсетіп жүру керек деген ойда 250 жорға алып шығады. 250 жорға, ұмытпаймыз. Сонымен ол солай жолға шығып бара жатқан кезде оның анасы, бірінші кезекте оның анасы оның Ақжайыққа баруына қарсы болады. Осы нәрсені мұқият тыңдаймыз. Төлегеннің Ақжайыққа баруына қарсы болған 3 адам бар. Оның біріншісі анасы, екіншісі әкесі, үшіншісі інісі, яғни өз отбасындағы адамдар. Анасы қарсы болады да, мінгенің аттың аласы, менен туған баласың, қал дегенде қаласың, айтқан тілді аласың, қал дегенде қалмасаң, айтқан тілді алмасаң, құрттың анаң шарасын деп, оны қалуға үгіттейді. Сосын Төлеген қалай жауап береді? Мінген атым алады, сенен туған баламын, көңіліме түсіп бір қиял сапар шегіп барамын. Алла нәсіп айдаса, бір сұлу қызды аламын. Алла нәсіп етпесе, ендігі сөздің қысқасы Мекке таман барамын деп анасының қарсы болғанына қарамай, ол не істейді? Жолға шығып кетеді. Сөйтіп жолға шығып кетеді де, ол қайда жетеді? Осы Шекті еліне жетеді. Шекті еліне жеткен кезде мұқият тыңдаймыз оқушылар. Ол Қаршыға деген адаммен кездеседі. Енді Қаршыға кім? Осы Шекті елі 6 тайпадан тұрады. Жазамыз. Неше тайпадан? 6 тайпадан тұрады. Шекті елі. Сол 6 тайпаның басшысы Сырлыбай деген хан. Сырлыбай деген хан. Ал Сырлыбай ханның ақын уәзірі осы біздің Қаршығамыз. Қаршыға Төлеген мен Жібекті таныстырады. Екеуінің қосылуына, үйленуіне себепкер болған адам. Төлеген мен Жібектің үйленуіне себепкер болған адам кім екен? Қаршыға екен. Қаршыға тағы кім? Сырлыбай ханның ақын уәзірі. Так, чатқа бір кері байланыс жасап жіберейік. Барлығы дұрыс естіліп? Тұрың ба? Түсініп жатсыңдар ма? Иә дейді. Жақсы. Иә болған болса, мен ары қарай жалғастырамын. Енді Қаршыға мынау Төлеген келіп, не істейді? Сырлыбайдың жаңағы ауылында қонақ болып жатқан кезде Қаршыға өзі келеді. Төлегенге өзі іздеп келеді. Сосын өзі іздеп келеді де Төлегенге
Ауыл алды бел дейді, белден көшкен ел деді. 80 жігіт ішінде Базарбайдың баласы Төлеген мырза сен деді. 6 шекті ішінде Сырлыбай датқа уәзірі Қаршыға жыршы мен деді. Мен бір сұлу табайын, падишамыздың жалғызы, аты жібек сұрасаң, кереметім көр деді деп, яғни сен қыз іздеп келген екенсің. Осы Сырлыбай біздің ханымыздың жібек деген қызы бар. Сол жібек деген қызы сондай керемет, мен саған соны көрсетейін, сен сонымен таныс деп не істейді? Оған Қаршыға жол көрсетеді. Сөйтеді де Төлеген Қаршығаға ілесіп қыз жібекті іздеуге шығады. Қыз жібекті іздеуге шықты. Сөйтсе, мынау Сырлыбайдың шекті елі не істеп жатыр екен? Жазда жайлауға көшіп жатыр екен. Енді қараңдар, жаңа Төлеген наурыз айында жолға шықты деп едіге, ол 100 күн жол жүріп қай айда келді? Маусым айында келді. Шекті еліне. Енді қазақ маусым айында қайда көшеді? Жаз келгеннен кейін қайда көшеді? Жайлауға көшеді екен. Дәл сол көштің үстінен түскен ғой бұлар. Сонымен дәл сол көштің ішінен іздеу керек болады енді жібекті. Сөйтіп не істейді? Екеуі бір көшке барады, жібекті таппайды. Екінші көшке барады, жібекті таппайды. Үшінші көшке барады, тағы да жібекті таппайды. Сөйтіп іздеп жүрген кездерінде бұлар бір адамды көреді. Ол қандай адам? Ол жібектің анасы. Енді осы жерде оқушылар, мынау Атамұра баспасынан алынған ақпарат. Атамұра баспасынан. Мұқият тыңдаймыз. Атамұра баспасын осы сабақты өтіп болғаннан кейін ашып қараймыз. Қараңдар. Осы анасының сипаты бар. Асылдай болып есіліп, нұрдай болып шешіліп, ақмаңдайы жарқылдап, танадай көзі жалтырап, алтынды кебіс сартылдап, көшті тартып барады, жібекті тапқан шешесі дейді. Яғни жібектің анасы осылай сипатталады. Мынау ақмаңдай жарқылдап, танадай көзі жалтырап, алтынды кебіс сартылдап, көшті тартып барады деп сипатталады. Яғни көштің алдында кетіп бара жатыр екен. Енді Сырлыбай деген ханның әйелі ғой. Көштің алдында кетіп бара жатыр. Сөйтіп, мынау Қаршыға келеді де, жібек қайда кетті шеше деп сұраған кезде, анасы Жібекжан, мынау таңмен өзінің күймесін ертерек жегіп, көшпен бірге жүрсем, бетіме тозаң тиеді деп, яғни шаң болып қалмас үшін жібек ерте кетіп қалған екен. Ең бірінші болып кетіп қалған екен. Шынында көшпен бірге жүретін болса, мына көшті қараңдаршы. Қандай көп адам келе жатыр, ортасында мал келе жатыр. Шаң көтеріле ме? Шаң көтеріледі. Сол шаңды үстіне тигізбеу үшін жібек не істеген екен? Ерте кетіп қалған екен. Ертең ұбт-да сендерден жібектің ерте кетіп қалу себебі деп сұралатын болса, осы себепті жазасыңдар. Жібектің ерте кетіп қалу себебі үстіне шаң тигізбеу. Иә, кинода 16 жасқа мүлдем ұқсамайды ғой енді. 16 жасар баланы ойнатып қоймайды ғой кинода. Енді сонымен бұлар жібекті іздеп ең бірінші кетіп бара жатқан көшке барады. Ең бірінші кетіп бара жатқан. Сөйтсе 11 көштен өтеді. Мына жерде 11 көш деп жазылып тұрған осы. Өте жиі сұралады ұбт-да. Төлеген жібекті кездестіру үшін неше көштен өтті деген секілді сұрақ көп болады. Сол себепті 11 көш деп есінен не істейміз? Шығармаймыз. Енді ары қарай қарайық. Сонымен мынау Төлеген жібекті табады. Жібекті табады да, ол пәуескенің ішінде отырған кезде мүлде көрінбей қояды. Жібек пәуескенің ішінде отырып алып, мүлде сыртқа көрінбей қалады. Сосын мына Төлеген бұның менің жаңағыдай төмен санап тұрғаны жат жұрттық болғандығы ғой. Өз елімде маған ешкім тең келмейтін еді деп ойлап тұрған кезінде қыз жібек, ал лебізің бекер кетпесін, саған бір көрінейін деп, пәуескенің екі жағдай пердесін ашып, бір секундқа ғана, бір сәтке ғана көрінеді де, қасында 3 қызы болады. Бір сәтке ғана көрінеді де, қайттан жауып, жаңағы пәуескенің ішіне отырып алады. Сол бір рет көрінген кездегі қыз жібектің сипаты деген нәрсе бізде бар. Енді осы қыз жібектің сипаты ұбт-да өте көп сұралады. Мұқият тыңдаймыз. Қыз жібектің сипатын есте сақтаудың және оның ерекшеліктерін білудің жолдары бар. Қараңдар, өзі 14 жасындай, кебісінің өкшесі бұхардың гауһар тасындай, ақ маңдайы жалтылдап, танадай көзі жарқылдап, алтын шашбау шашында, қыз жібектің шаштары қоғалы көлдің құрағы. Көз сипатын қарасаң, 8-5 ішінде хорлардың жаққан шырағы. Дүрі гауһар сырғасын көтер алмай тұр құрағы. Құлағы деп осы жерге дейін сипатталады. Ары қарай да сипатталады, бірақ мына жердегі нәрсені есте сақтап қалайық. Жасы нешеде екен? 14-те. Төлегеннің жасы 16-да, қыз жібектің жасы 14-те. Енді кебісінің өкшесі бұхардың гауһар тасындай деп қандай көркемдеуіш құрал қолданылып тұр?
Теңеу дейді. Дәл солай. Теңеу. Оқушылар, дұрыс таптыңдар. Енді гауһар тасынбай дегенде дай-жей тай-тей арқылы жасалған теңеу көркемдегіш құралы жасалған, айтылған. Енді ары қарай қарайық. Бұхардың гауһар тасы, гауһар тас, ақ маңдай, танадай көз, алтын шашпау дегеніміз қандай көркемдегіш құрал болады? Гауһар тас, ақ маңдай, танадай көз, алтын шашпау дейтін болсақ. Эпитет. Дәл солай. Эпитет көркемдегіш құралы болады. Мына ютубта, чатта сообщение сәл кештеу келеді екен, иә? Себебі менің даусым сендерге сәл кештеу баратын болар. Жарайды, ештеңе етпейді. Енді қарай, оқушылар. Қазір сендерде 36 оқушы отыр екен сабақта. Мен қазір бір құпия сөз айтам. Ешкімге айтпаймыз бұл құпия сөзді. Бұл құпия сөзді неге айтам? Сабаққа кім қатысты, кім қатыспады, соны білулері керек кураторлар. Сендерден сұрайтын болады. Жаңа тестке қосады. Түсінікті ғой? Тестке қосады бұл құпия сөзді. Сол жерде сендер белгілеулерің керек болады. Сондықтан ешкімге айтпаймыз бұл нәрсені. Түсінікті? Мен айтпесе қазір айтпай қоямын. Сабаққа кімнің қатысып, кімнің қатыспағанын кураторларың білуі керек. Қазір ютубта олар миттегі секілді қарай алмайды. Жақсы, жақсы дейді. Құпия сөз сансызбай болады. Жақсы, сансызбай. Есте сақтап қалыңдар. Сансызбай біздің құпия сөзіміз. Сендерден кураторларың сұрап білуі керек енді бұл нәрсені. Жаңа тестте келеді. Ешкімге айтпаймыз. Бұл сендердің Арыстан онлайн білім беру орталығының оқушысы ретінде академиялық жасаулардың керек заттарың болсын. Ары қарай. Не істеді? Кебісінің өкшесін бұхардың гауһар тасына теңеді. Ақ маңдай, танадай көз, алтын шашпау деп оның эпитетпен сипаттады. Осы ерекшеліктерді есте сақтап қаламыз. Одан кейін көзінің сипатын мынау 8 бейіш ішінде, бейіш деген сөзді барлығымыз білеміз ғой, жаннат. Және жаннат қанша болады дейді? Ислам дінінің түсінігінде 8 жаннат болады дейді. 8 жаннаттың ішінде хор қыздарының жаққан шырағы секілді көзі. Есте сақтап қаламыз. Әрқайсысын жазамыз. Көзі хор қыздарының жаққан шырағы. Мынау шаштары қоғалы көлдің құрағы. Одан кейін алтын шашпау, танадай көз, ақ маңдай, гауһар тас, кебісінің өкшесі деп олардың барлығын жазып аламыз. Мұқият. Енді ары қарай не істейік? Қыз жібектің ақтығы наурыздың ақша қарындай. Ақ бетінің қызылы ақ тауықтың қанындай. Екі беттің ажары жазғы түскен сағымдай. Білегінің шырайы ай балтаның сабындай. Деп дай деп теңеумен жасалған. Ең оңайы табу. Ертең ОБТ-да келетін болса, қыз жібектің сипаты осылай қарындай, қанындай, сағымдай, сабындай деп не істелген? Сосын ары қарай, іздеген оймақ ауыз, құмай көз, іздеген ерге табылдай, өткірлігін байқасаң ұсталар соққан кетпендей, нұр тұқымын еккендей, бір ауыз сөз сөйлескен мұратына жеткендей, тәрісі түгіл жібектің өлігіне адам қайырылып, бетінен келіп өпкендей деп не айтылған? Нау, дай, жей деп теңеулермен оның сипаты айтылған. Ертең ОБТ-да еңліктің сипаты сұралады, тоғжанның сипаты сұралады, ана жақтағы жаңылдың сипаты сұралады, мына жақтағы қыз жібектің сипаты сұралады, ақбілектің, шұғаның, бақытсыз жамалдың сипаты сұралады. Әрқайсының сипатының өз ерекшелігі бар. Қыз жібектің ерекшелігі теңеу арқылы жасалғандығы. Есте сақтап қалдық қой, теңеу арқылы жасалғандығы. Анасын сипаттаумен ұқсас қой, бір жері ұқсас. Мынау ақ маңдай жалтылдап, танадай көз жарқылдап деген жері ұқсайды. Бірақ ол анасына ұқсайтын қыз болғандықтан ғой. Түсінікті ме? Ол анасына тартқан. Жақсы. Анасына тартқан дейді, қыз бала өзі анасына ұқсайды ғой. Ары қарай. Қыз жібекті төлеген ақылымен танып тұр. Көз мейірі қанып тұр. Бейіштен жанған шамшырақ, көзі ойнап жанып тұр. Белі нәзік талып тұр. Тартқан сымнан жіңішке, үзіліп кетпей нағып тұр деп, тұр деп соңында қайталанатын болса, қандай көркемдегіш құрал болады? Соны сұрайын. Және белі нәзік талып тұр. Тартқан сымнан жіңішке, үзіліп кетпей нағып тұр дейтін болса, қандай көркемдегіш құрал болады? Мынау белін
тартқан сымнан жіңішке дейтін болса, және мына тұр дейтіндер соңында қайталанып тұрса, олар қандай көркемдегіш құрал болады? Сансызбай, жаңағы құпия сөз сансызбай оқушылар, сансызбай. Эпифора дегенді дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар. Эпифора деген оқушылар қателескен жоқ. Ал енді мынау белі нәзік талып тұр, тартқан сымнан жіңішке, үзіліп кетпей нағып тұр дегеніміз қандай көркемдегіш құрал? Осыны тапқан оқушыға мен жарайсың деп айтамын, шын айтқанда. Осы тапқан оқушыға риза боламын. Осы көркемдегіш құралды тапқан оқушыға. Метонимия емес. Риторика емес. Риторикалық сұрақта көркемдегіш құрал. Үзіліп кетпей нағып тұр десе, иә, риторикалық сұрақ болады. Болады, дұрыс. Риторикалық сұрақ болады. Қарлығаш тапты. Және тағы бір көркемдегіш құрал бар. Менің сұрап тұрғаным басқа екен. Осы жерде тағы бір көркемдегіш құрал бар. Белі нәзік талып тұр, тартқан сымнан жіңішке, үзіліп кетпей нағып тұр дегенде тағы бір көркемдегіш құрал бар. Эпифораны айттыңдар. Риторикалық сұрақ бар, дұрыс. Литота, қарлығаш, әнеш, жарайсың. Литота деп жазды, бірінші жазды. Қарлығаш дұрыс тапты. Литота, неге мынау бел деген нәрсені тартқан сым секілді жұқа жағдай жіңішке деп кішірейтіп тұр ма? Кішірейтіп тұр. Дұрыс па? Бұл бізде литота болады. Кішірейту болады. Гипербола. Белі таудан да жуан десе, ол бізде үлкейту болады. Ал егер белі тартқан сымнан да жіңішке дейтін болса, ол кішірейту болады екен. Енді қыз жібектің сипатын еске салып қалдық па? Оның белін тартқан сымнан жіңішке деп айтады екен, көзін 8-5 ішінде хорларын жатқан шағы деп айтады екен, шашын қоғалы көлдің құрағы деп, және теңеу арқылы сипаттайтын кезі бар екен. Осындай оның несі? Ерекшеліктері бар екен, оның сипаттағанында. Ерекшеліктер арқылы есте сақтасақ, бізге оны жаттаудың қажеті жоқ. Бірақ осы ерекшеліктерді жаттау керек. Осы ерекшеліктерді есте шығармау керек. Және риторикалық сұрақта бар екен. Қыз жібектің сипаты түсінікті болды ма? Есте сақтап қалдық па ерекшелігімен бірге? Иә дейді. Оқушылар, мен кәдімгідей үлкен кері байланыс күтемін сендерден. 36 оқушы отырған болса, 36 сообщение келу керек чатқа. Себебі кері байланыс біздің неміз еді? Екінші ережеміз еді. Сұрақ қою, кері байланыс жасау. Міндетті түрде. Жақсы. Ешқашан есте шығармаймыз. 35 оқушы отыр ма, 36 оқушы отыр ма, оның барлығы жазу керек чатқа. Жақсы. Кеттік, олай болса біз ары қарай жалғастырамыз. Қыз жібек осылай сипатталған екен. Енді оқиға желісі ары қарай былай өрбиді. Қыз жібек пен Төлеген не істейді? Осы сөйлесуден кейін бір-біріне ғашық болады. Бір-біріне ғашық болғаннан кейін Төлеген кімге? Қыз жібекке үйленеді. Енді оқушылар, олардың өзінің әрқайсысының оқиғалары бар. Бірақ бізге ұбт-да нені сұрайды? Мектеп баспасында берілген үзіндіні сұрайды. Сондықтан біз неге тоқталамыз? Мектеп баспасындағы үзіндіге толығырақ тоқталамыз. Сонымен Төлеген оған үйленгеннен кейін не істейді? 3 ай оның қасында болады. 3 ай оның қасында болып, қалыңдық және күйеу секілді болып жүреді екеуі. Яғни үйленіп 3 ай қасында болады. 3 ай қасында болғаннан кейін Төлеген не істейді? Елге қарай қайтпақшы болады. Яғни байқасаңдар, жаңа жазда келген еді, 3 ай қасында болады, күзде қарай енді бұл қайтадан қайтады еліне. Күзде қарай қайтадан қайтады, енді қыс болып кетсе үйіне қайта алмай қалады ғой. Сол себепті күзде қайтпақшы бұл. Сонымен бұл қайтпақшы болған кезде қыз жібек түс көреді. Түсінде бір жаман іс көреді. Былайша айтқан кезде. Енді осы қыз жібектің көрген түсін мен сендерге былай оқып берейін, есте сақтап қалыңдар. Ау жеңеше-ау,
Төлегенге барып кел, тілімді алса жүрмесін. Ата-анасы бар ма екен, жал құйрығы сай ма екен, я болмаса Құдай-ау, қаңғырып өскен қу ма екен. Атасының аты кім болар, анасының аты кім болар? Сұрап келгін жеңеше-ау, қандай заман күн болар? Мен бүгін бір түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім. Төлеген мінген көк жорғат, ер тоқымсыз бос көрдім дейді. Яғни мынау Төлегеннің мініп жүрген көк жорғасы бар ғой, соны ер тоқымсыз бос көрдім деген сөз. Бұл қандай мағына береді? Төлеген бәлкім бұл сапардан аман есен қайтпайды деген мағынаны береді. Содан кейін ел жайлаған ақжайық, жағалай біткен бидайық, алдында жанған шырағым, біреу үрлеп өшіріп, көзімнен болды сол ғайып деп, мынау көзімнен жанып тұрған шырағымды біреу үрлеп өшіріп кеткен секілді болды. Қолымдағы тұйғынның зулап келіп аспаннан желкесінен қиды бидайық дейді. Яғни қолымда тұйғын деген өзімнің құсым бар еді. Соны бидайық деген жыртқыш құс аспаннан ұшып келіп желкесін қиып кетті. Сонымен бұл бізде жаман, мен жақсы адам болсам, мен көретін түс емес еді ғой. Төлегенге айтыңызшы, бұл сапарға бармай-ақ қойсыншы, кетпей-ақ қойсыншы дейді. Сонда Төлеген тыңдады ма оны? Төлеген өкінішке орай оны тыңдаған жоқ. Сонымен ол жолға шығып кетті. Күз уақытында шамамен. Сонымен жолға шығып кетеді де, ол еліне келгеннен кейін әкесі одан сұрайды. Балам, кімге құда болдың дейді. Төлеген сол кезде барлық болған оқиғаны айтып береді. Сол кезде әкесі тағы бір сұрақ қояды. Балам, енді төркініңе қарай, жаңағы құдаларға қарай қай уақытта барасың дейді. Сол кезде Төлеген ендігі жаңағы жаз шығысымен барам дейді. Жаз қалай шығады, солай барам дейді. Енді бұл өзі қыста келді ғой. Қыста келді, жазғы тұрым уақытта қайтадан жолға шығам дейді. Жазғы тұрым уақытта. Естен шығармаймыз. Төлеген жазғы тұрым уақытта қайтадан жолға шыққысы келді. Ал әкесі не деді? Балам, тілімді алсаң, келер жылы осы уақытқа дейін ол жаққа бармағын дейді. Яғни келер жылы қысқа дейін. Ал Төлеген жазғы уақытта барғысы келді, әкесі қысқа дейін бармай тұр деді. Сонда Төлеген, жоқ әке, елден қарап жүріп ешкімнің қызын ұнатқаным жоқ, сенің бұл өтінішіңді бере алмаймын дейді. Сөйтеді Төлеген жаңағыдай әкесінің теріс батасын алады. Яғни әкесі оған ашуланады да, бұл балам тілімді алмады, тілегімді бермеді. Төлеген қайнына барамын десе, маған көргенің ұстап, байлап алып келіп беріңдер. Егер қошемет етіп, біреуің жолдас болсаң, қолымды жайып теріс бата беремін дейді. Яғни Төлегенге ол кетіп қалғаны үшін әкесі теріс бата береді. Сонымен, және бүкіл халқына айтты ғой, кімде-кім Төлегенге еретін болса, мен оған да теріс бата берем деді. Сонда жаңа ең бірінші сапарында 80 жігіт қосшы, 15 жігіт басшы алып шыққан Төлеген, екінші сапарында оған ешкім ермей жолға жалғыз шығады. Сөйтіп жалғыз шығады да, не істейді? Мынау Қособа көліне келген кезде, оны қыз жібектің сыртынан ғашық болып жүрген Бекежан деген арғын руынан шыққан адам сол жерде 60 жігітпен бірге бір Төлегенге қарсы шығып, қуып, бір қамыстың арасына тығылып отырып, мылтықпен қақ маңдайдан атып, сол жерде о дүниеге аттандырады. Сонымен Төлеген осы жерде бізде қаза табады. Төлегеннің оқушылар, даусым қатты ма? Менде қатып тұрған жоқ дейді. Онда оқушылар бұл интернетке байланысты шығар. Менде интернет жақсы болып тұр, себебі мен білемін, қазір өзім 9-шы этажда отырмын, ең жақсы интернет ұстайтын жерде. Интернет қатып тұрған болса, білмәсе, жақсы. Қатып тұр деп айтсаңдар, менің қазір көңілім алаң болады, шын айтқанда. Оны өздерің де білесіңдер ғой. Жақсы, Төлегеннің қалай қаза болғандығы түсінікті болды ма? Мына жерде Бекежанның қылған қастандығы. Оған дейін Төлегеннің алдымен қыз жібектің тілін алмай, екінші әкесінің тілін алмай жолға шыққандығы. Осы жерде екі түрлі ой бар. Қыздар садақпен атады дейді, және мынау
мылтық деп атады. Мылтық деп айтады. Енді оқушылар мылтық деп есе сақтап қалыңдар. Себебі біздің мектеп баспасында мылтық деп айтылған. Жақсы? Мылтыққа білте басады, әруағы асады. Асыл туған Төлегеннің қанын судай шашады деп келетін тармақтар бар. Жақсы. Енді Төлегенге жаңа айттық. Анасы қарсы болды. Екінші, әкесі қарсы болды. Және үшінші, інісі қарсы болып, дәл осы сапарға шығып бара жатқан кезінде қаза болмай тұр. Төлеген Сансызбай артынан жүгіріп келеді. Сансызбай артынан жүгіріп келеді де, аға кетпеші деп айтқандай болады, бірақ Төлеген оны тыңдай ма? Жоқ, Төлеген Сансызбай, жібек сынды жеңгеңді алып келуге бара жатырмын, уайымдама, еш алаңдама, мен келемін деп айтып кетеді. Сонымен Бекежан оны өлтірді, сонымен Төлеген қаза тапты. Жақсы оқушылар, сендердің мынау қатты тұр дегенге кішкене менің ойым бөлініп жатыр. Егер қатты тұрған болса, интернетті дұрыстауға амал етіп көріңдер. Себебі қалған оқушылардың интернеттер жақсы істеп тұр, олар да қатып тұрған жоқ. Жақсы, сонымен Төлеген қаза болды. Төлеген қаза болғаннан кейін бізде әртүрлі оқиғалар болатындығы бар. Оның ішінде Бекежанның қыз жібекке келуі. Мұқият есе сақтап қалайық. Бекежан Төлеген қаза болғаннан кейін 8 жыл өткеннен кейін жібекке келеді. Жазып аламыз. Бекежан Төлеген қаза болғаннан кейін жібекке қанша уақыттан кейін келді? 8 жыл уақыт өткеннен кейін келді. Сонымен 8 жыл уақыт өткеннен кейін ол айтамын айт дегеннен арма жібек, ботасы өлген түйедей зарыла жібек, кеткелі жаман жарым көп жыл болды, хабары сол жездемнің барма жібек деп сөз бастайды. Сол кезде жібек, қазақтың несін алып не бермеймін, дүниеден тірі жүрсем не көрмеймін, арғынды 6 шекті 60 мырза ізіне басып кеткен теңгермеймін деп жаңағы жарымды күтемін деген ойды айтады. Ол келеді, ол мен үшін ең асыл ер деген ойды айтады жібек. Сонда Бекежанның айтатын сөзіне мән берейік. Айтамын, айт дегеннен әуелім жар, қыз жібек, әлі болар, пиғылың тар, өліп қалған немеңді сонша мақтап, көк жорғат астындағы көзіңді сал дейді. Яғни, мынау Төлегенді өлтіргеннен кейін Бекежан оның атын өзі мініп алады. Сөйтіп, қыз жібекке келген кезде сол атты мініп келеді. Сосын, мынау жігітің сенің қаза болды. Көк жорға атын мен мініп келіп тұрмын. Соған көзіңді сал дейді. Сонда қыз жібек шынында Бекежанның астында көк жорға ат екенін көргенде Төлегеннің қаза болғанын біліп, сол жерде зар еңіреп жылап жібереді. Яғни бүкіл үміті сол жерде үзіледі екен. Енді бұлар осы жерде қалады. Бекежан соны айтқаннан кейін қайтады да, біз енді Сансызбай жақты айтамыз. Сансызбай осы 8 жыл өткеннен кейін жасы 17-ге келеді. 17 болып келеді де 17-ге келеді де өз қолы өз аузына жеткен уақытта ол ағасын іздегісі келеді. Ағасын іздегісі келеді де әкесінің алдына барады. Әке, мен ағамды іздеймін. Кеткеніне 8 жылдан асты. Маған батаңды бер дейді. Сол кезде әкесі не істеп жатыр екен? Мынау Төлегеннің қазасынан қатты қайғырып, екі көзі суалып, басын көтермей төсекте жата береді екен. Яғни әкесі не істеді? Төлегенге теріс бата бергеніне өкінді. Жазамыз. Әкесі Төлегенге теріс бата бергеніне өкінеді. Сосын Сансызбайға оң батасын береді. Қарағым, ағаңдай болма, ағаңның артынан іздеп бар, тауып алып келші деп оң батасын беріп жібереді. Сонда Сансызбай қасына Шеге деген ақынды өзімен бірге алып шығады. Шеге деген ақынды. Мынау Шекті елінде Қаршыға ақын уәзір болса, мынау Төлегеннің Жүзжағалбайлы елінде дәл сондай адам Шеге. Сонымен Сансызбаймен бірге қасына Шеге деген адам еріп барады. Содан олар қыз жібектің ауылына келген кезде ауылдың айналасындағы атты адамның көптігінен кәдімгідей жер сілкініп жатқандай болады. Сөйтіп, бұл не жиын деп жаңағы бір адамдардан сұраса, олар мынау еліміздің ханы Сырлыбай деген ханның жақанда сұлу болған Жібек деген қызы бар еді. Сол Жібек деген қыздың Төлеген деген күйеуі бар еді, бірақ ол хабарсыз кетіп, сол Жібекті Хорен деген қалмақтың ханы алып кетуге 9.000 әскермен келіп тұр дейді. 9.000 әскермен.
Сонымен Сансызбай осы кезде жаңағы Төлеген қалай хабарсыз кетті дегенде, оны Бекежан деген адам Қособа деген жерде өлтіріпті деген хабарды айтады. Кім айтады? Сол жердегі қойшы айтады. Естен шығармаймыз. Сансызбай өзінің ағасы қаза болғанын Сырлыбайдың еліндегі қойшыдан естіді де, көзінен мөлт-мөлт жас ағып, теріс бұрылып кете береді. Сонымен шегеге барып, шеге, ағам қаза болған екен, бірақ жеңгем тірі. Жеңгемді алып кетейік, мынау Хорен қалмақтан құтқарайық деп шегеге сөз салады. Сөйтіп шеге анау өзінің орнынан тұрған бойда Жібекке барады. Жібек оларға бір ақыл айтады. Яғни Жібек сол кезде үйдің ішіне кіріп алып, қатты қайғырып жылай береді екен, және жылап ән айтып отырады екен, өлең айтып отырады екен. Сонымен өлең айтып отырған кезінде Сансызбай келіп оған өлең айтады. Жібекке оған дейін ешкім өлең айтпайды, себебі оның ағаларынан және оның қайғырып отырғанынан қорқады екен. Соған бірінші болып келіп өлең айтатын шеге, сөйтіп оның жағдайын сұрап, барлығын шеге жеткізген уақытта Жібек оларға ақыл айла айтады. Яғни мені алып кетуге келген Хореннің екі жиһанда жүйрік болған жылқысы бар. Сол екі жылқысын мен оны алдап алайын. Сөйтіп сендер мені бір белгілі жерде күтіп тұрыңдар, мен сол екі жылқыны сендерге алып барам, сол жүйрік жылқылармен біз қашып кетеміз дейді. Соған келісіп, Сансызбай мен шеге Жібекті межелі жерде күтеді. Жібек жаңағы екі жылқыны алып, оларға барады. Сонымен үшеуі қашады. Үшеуі қашқан кезде Хорен олардың